Аса көрнекті сазгер, қазақ мәдениетіне еңбегі сіңген қайраткер Шәмші Қалдаяқовқа биыл 90 жыл. Қазақ вальсінің король атанған біртуар азамат артынан арш жағасында кешікпей келем дебем, сыр сұлуы секілді 300-ден астам лирикалық әндер қалдырды. Әлі күнге дейін бұл өлеңдер жас талыңдамай, үлкен кіші бәрінің аузында шырқалып келеді. Эстрадалық әндерді қазақи нақышта насихаттап жүрген композитордың туындысы халықтың ыстық ықыласына бөленген. Осыдан 10 шақты жыл бұрын Шымкент қаласында Шәмші әлемі гүлзары салынған болатын. Бүгінде күрделі жөндеуден өтіп, абаттандыру және суғару жүйесін қайта құру жұмыстары жүргізілуде. Мамыр айының 12 күні құрылысы басталған саябақ композитор Шәмші Қалдаяқовтың туған күні қарсаңында аяқтау жоспарланған. Әр қазақтың аузында әні сақталған қазақ вальсінің короліне биыл 90 жыл. Яғни, ән жанрының майталманы әйгілі сазгердің 15 тамыз күні туылған күні. Осы орайда Тәшенов көшесінің бойында орналасқан Шәмші Қалдаяқов атындағы саябаққа абаттандыру жұмыстары жүргізілуде. Қазіргі таңда құрылысы қарқынды жүрген саябақтың алдағы бір айдың көлемінде тұрғындардың демалып, Шәмші әнімен сусындайтын мекенге айналатынына күмәніміз жоқ. Қасиетті отырардың тумасы Шәмші Қалдаяқов көзі тірі болғанда 90 жасқа келер еді. Қазақтың құлағына жаттанды болған әсем әуендерді қалдырған азамат қазақ елінің музыка саласында бір кірпіші болып қаланып кетті. Бүгінде біртуар азаматты қазақта танымайтын адам жоқ шығар. Себебі көшеден өткен қай тұрғыннан сұрасаң да әсем әуендерін айтуға құштар тұратындар баршылық. Әндерін бәріміз тыңдап өстік. Балдарға үйретеміз. Әні өте керемет. Әндері көп. Ұнайды өзіме қатты. Сондай композиторлар қазір бар деп ойлайсыз ба? Енді дәл Шәмші Қалдаяқовтай жоқ шығар деп ойлаймын. Негізі Шәмші Қалдаяқов шәуілдірдің тумасы. Оның ол жердің Шәмші Қалдаяқовтың өзінің туған жері, өзі сияқты барлығы өнерлі, әнші десек те болады, композитор десек те болады. Ол жерден біраз мықты тумалар шыққан. Оның өлеңдерін келетін болсақ, оның өлеңдері бірнеше қазіргі ол өлеңдер қанша естіткің келе береді. Оның өлеңдері ешқашан ұмытылмайды. Соның бір өлеңін айтатын болсам, Арыстың жағасында деген өлеңі бар. Соның кішігірім бір ауыз айтып кетсем. Өзіңмен арыстың, бойында таныстым, жайнаған гүлдей құрбым сен, жағада тұрдың сен. Кел билейік кетпе менің қасымнан, қызғалдағым таң нұрымен ашылған, сезім шіркін ақ жаңбырға ұқсайды, Алматыда жаңа жауып басылған. Қалдаяқов ұлттық музыка өнерін ән жанрына аса айқын, соңғы леп ала келген сазгер ретінде танимыз. Оның әндері құлаққа жағымды, жүрекке жылы қабылданып, барша жұрттың сүйіспеншілігіне бөленді. Әйгерім Орынбасар, Ғалымжан Мамытов, Айғақ қоғамдық телеарнасы.